Мен Омбы Жүсіп Әуреновичпін. 2016 жылы июньнің 25 күні Алматы қаласына жұмыс бабымен барғам. Содан кейін 26 күні ауырып, 27 күні таңертең маған Алматыда 17-ші больницада операция жасады. 12-ші больницада операция жасады. Ол операцияда жасағанда маған рак сильмовидный кишке деді. Менімен бірге менің ұлым болған. Ол спецназ Сұңқарда подполковник қазір. Оны мен өзім айтқан жоқ, ұлым айтыпты. Содан ол жерде операциясын жасағанда енді менің арақты 17 сантиметр, екі жағынан ол 5-6 сантиметр болып, қамық болып, доп сияқты шекке тұрып қалған. Оны кесіп 17 сантиметр алып тастағаннан кейін екі жақ жағында бәрі қалады екен. Оны бір жағын байлап тастап та ішке тастады, екінші жағын сыртқа шығарып қойды шекті. Одан кейін колостомаменен сол шек арқылы үлкен дәретке барып, солай жағдай солай болды. Бірақ операциядан кейін мен 14 күн реанимацияда жаттым. Одан кейін инсульт алдым. Оң жақ қолым, сол жақ аяғым жұмыс істемей қалды. Тілім тартылып қалды. Сөйлей алмай қалдым. Сосын енді басқа түскесін баспақшы болады. Қазақпыз. Сол бәрін басынан өткіздім, жаттым. Сосын кейін операциядан кейін бір айдай уақыт өткеннен кейін қайтадан Астанаға қайттым үйге. Астанаға келгенде олар маған жолдама жазып берді. Онкологиялық больницаға барып тіркелесіз, сонда барып тұрасыз деп. Мұнда келдім, Астанаға келгесін маған онкологиялық больницаға барып тіркелдім. Ол жерде тіркеуде тұрдым. Одан кейін маған химтерапия назначениеті. Осын бірер күн өткеннен кейін, бірер уақыт. Где-то 17 жыл болған өзі, сосын 17 жылда мен бір Қалжан деген келіншекті кездестім. Сол кісі айтты маған, сіз ауырады екенсіз, не екенсіз, сіз біздің инфинитиға келсеңізші, сіз жерге келсеңіз, бізде неше түрлі дәрі-дәрмек бар. Және сөне Тибеттен 5000 жылдан бергі тарихы бар, сондай жақсы жер, жақсы дегеннен кейін компания дегесін келдім. Әуелі сенген жоқ едім. Келіп көзім көрді, бірнеше адам сабақ берді. Оның ішінде Айгүл ханым менен Сандыраш ханым, особенно сол екі кісінің сабақтарын естігеннен кейін, мен шын айтсам сендім. Сендім де, содан кейін мына дәрі-дәрмектерін алып, ең бірінші бастағанда Солзай кардицепс деген болды, содан кейін кардицепс король. Сол екеуін алып іше бастадым. Одан кейін маған больницаға жатуға тура келді, екінші операцияға дайындаймыз деді. Екінші операция дегеннен кейін больницаға қайтадан жатуға тура келгесін, мен олар дайындауға тура келді. Операциядан бұрын, 2 ай бұрын дайындаймыз деді. Май дайындады, июнь дайындады. Операцияны сентябрьде жасады. Июль кетті, август кетті, операция сентябрьде жасалды. Бір жыл 4 ай дегенде. 1 жыл 4 айдан кейін операция жасады. Операцияның алдында осы Қалжанмен кездескеннен кейін мен осы кардицепстерді алып ішіп жүрдім де. Сол 4 ай бойы іштім, 4 ай бойы ішкенде іште менде тағы да ісік болған. Екінші жағында тағы ісік пайда болып, 3-те 4 сантиметр, 2-де 3 сантиметр сондай. Домалақ ісік болды да, осын кейін бір апта операция жасардың алдында қайтадан тексеріп, полный УЗИ-ға түсіп, ЕРМ, МРТ, соның бәрін түсіп болғаннан кейін, сосын маған айтады, сізде ішіңіздегі ісік қайда кетіп қалған, біз таппадық қой деп. Сосын сізде жақсы емдедіңіздер, соның арқасында мен жазылып кеттім ғой деп сөйледім. Сосын кейін аржағында айтқам жоқ. Сосын кейін бізден семейдің жігіті Олжабай деген зав. Отделение отпуск кетті, ана жігіт келе қалыпты. Сол жігітті зав. Отделение қойды.
Сол жігіт келіп айтты, аға мен 2 жарым ай Қытайда оқып келгем деді. Повышение квалификациядан өттім. Сосын мен осында заводение қылып қойды. Сіз маған шын айтыңызшы деді. Жүріңізші, шынымды айтайын саған дедім. Алып бардым. Осын кейін тумбочкамды аштым. Мынау көріп те шошып кетті. Ішінде кардицепс түрімен екеуі тұр. Кардицепс, сложный кардицепс, кардицепс, короткий кардицепс, содан кейін радиол розовый, линзы, мозговой. Аның бәрін көріп те мынаның бәрін ішіп. Иә дедім. Кезек мына өзінің берілген уақыты бар. Менде емдік сағаттары бірдей. Сол сағатпен қарадым да осылай бөліп тастадым. Уақытымен ішіп отырмын дедім. Содан кейін мен қазір сіз шынын айтса денсаулығыңыз бәрі жақсы, енді операция жасаймыз. Жасаймыз. Сонымен операция жасады, операцияда тап-таза болып шықты. Алдында где-то январьдың 1-іне дейін маған пенсияға шық дегенде немен денсаулық арқылы деп. Мен шықпай қоямын. 1 январьдан бастап өзім пенсиям бар деп. Себебі мен айлығым 728 болғасын, мен одардың денсаулықпен шығады дегеніне дұрыс сенгем жоқ енді. Қателік болды менде. И сосын кейін пенсияға шыққаннан кейін мен король кардицепс осы көбінде негізі мен сложный кардицепсті алып тастадым да ең соңында король кардицепсті қалдырдым. Ол соң бәрі қарады, қарап шықты айтты, өте тамаша, бұл болашақ. Біздің Қазақстанда болашақта осы кардицепс болады. Астанадан бір центр саламыз фармакологический. И содан кейін Шымкенттен біреу салынады деді. 2 жерден 2 фармакологический центр салынып, бір 5 жылдың ішінде соны бір жағына шығарады, үкімет соны шешіп жатыр. Бүкіл біздің болашағымыз осы кардицепске деді. Сіз дұрыс істепсіз деді. Соны менен операция жасап болғанда мен құлан таза, маған 2-ші группа беріп қойды. Мен оны семей полигонына байланыстырып тұрып, вечный қылып алып алдым. Сосын кейін әрі Ауғанстанда бәрін қайтадан жалғастырып берді. Мен мына негіне кардицепс ішкенім бәрін ана кісі дұрыстағаннан кейін, жөндегеннен кейін тексерістен өткенде мен құлан таза жаралыппын. Мен соған өзім таң қалдым. Қазір енді міне мен ол кезде 63 килограмм болып қалғанмын, қазір Құдайға шүкір 87 килограмм. Керемет. Міне осындай менің басымнан өткен жағдай осы. Керемет, құттықтаймын. Ауырмаңыз, сау болыңыз.